Жент жасайын деп жатырмын. Біз жентке пішина қосамыз. Мына юбилейный деген пішина маған ұнады. Дәмді, майлы, тәтті. Сонда жентке жент жақсы жабысады біріншіден, екіншіден, яғни бастысы тәтті болады. Қант көп қоспайсың. Міне, мына салдым. Қазір бұны ұнтақтаймыз. Сосын тарымен араластырамыз. Қорытылған майды құйып жібереміз. Мұздатқышқа қойып қатырамыз. Мінекей пішинаны сындырып, екіге бөліп салдым. Енді осыны ұнтақтаймыз. Блендермен де ұнтақтауға болады. Ал кеттік. Мінекей 1-2 минуттан ұнтақтап болды. Аламыз. Қазір мынаны да ұнтақтап жіберемін. Жентіміз үшіншіден көбірек болады. Окей? Негізі жеткілікті ма деймін, бірақ тағы да қосқым келіп тұр. Өйткені тары азғантай тары талқанын алған, бидай талқаны болмады. Әдетте мен екеуін де араластырам. Яғни тары, бидай талқанын араластырам және пішина қосам. Үгіліп тұр ғой мына пішина жарықтық. Базардан алып келдім. Әсем базарынан алдым. Свежий, жақсы пісірілген. Мен балама қалдыра салам. Орнына түсіру керек екі қолмен. Мінекей болды, осы жетеді, молынан жетеді. Мынаны балама қалдырдым. Так, ана жаққа кетейін кухняға. Мынаны өзіммен алып кетемін. Мынаны вообще бала ешкім ұстап қалмауы керек. Мына пышақ ұстасаң біттің, құдай сақтасын. Сондықтан мен оны өзіммен алып кетемін. Жуамда бір қауіпсіз жерге қоямын. Кеткеннен кейін сосын несіне коробкасына салып жоғары қоямын. Қауіпсіздік шараларын сақтаймыз, аналар, әжелер. Мінекей қараңыздар, міне осындай пішина. Міне тары талқаны. Бірде-бір болып тұр. Сарғылт жент болып шығады. Бидай талқаны болса, кішкене қоңырлау болар еді. Менде тек тары талқаны. Қайталаймын, әдетте мен тары талқаны да қосам, бидай талқаны да қосам. Так, все, мынаны ашайын, қосайын. Мінекей қосып жібердім. Дәмді екен. Пішинамен араластырып жібереміз. Екеуінің бар ғой. Қант та керек емес сияқты ғой. Сармай ертіп қойғанмын. Тағы да үстіне сармай салып жібердім. Бұл базардан алдым бұл сармайды да. Енді дәл үйдің майындай болмайды ғой, бірақ сливочный майдан жақсырақ болар енді деп ойлаймын. Мінекей бір қасықтай қант тосын да салып жібереміз. Өйткені ериді. Бісмилля, бісмилля. Ал майымыз еріді. Үстіне құйып жүріп, уақыт жоқ күтуге, ол шамалы суысын деп отыратын. Осыны бір араластырып алайық, Май тағы да керек сияқты. Майды аямай құйып жіберейік. Аз болса тағы ертеміз. Май бар, мінекей. Өткенде жентке арнап арнайы алған майым.
базардан осы майды 1 килограмм ба? Да, 1 килограмм майды 3400-ге алдым. Араластырам, көрем. Мінеки араластырдым. Менің ойымша, әлі де үгілмелі болып тұр. Сәл шамал ғана май керек, қажет па деп ойлаймын. Қараңыздар, қатпай қалуы мүмкін, қатса да былай үгіліп тұрады да. Кішкене тағы да май ертіп жіберемін. Қараңдар, мінеки мынадай ыдыстарға салып жатырмын. Клубника бірдеңе алғанда осындай ыдысқа салып береді ғой, мен оны лақтырмаймын. Зато мінеки жентіп салып тығыздаймыз, басамыз, бір-біріне жабысу керек. Мінеки мынандай болды, мінеки былай жабысып тұру керек. Тағы да май қостым ғой жаңа. Бұдан артық қоссам, өте майлы болып кетеді деп ойлаймын. Қатады ғой енді. Жабысып жатыр әдемі. Тығыздаймыз. Ыдыстарға салып тығыздаймыз. Қатырып тастаймыз. Морозильникке салып қатырып тастаймыз. Беспорядок енді. Салайық. Тығыздаймыз. Күшіміз жеткенше тығыздаймыз. Тағы да салайық, бетіне орын бар ғой. Тығыздаймыз. Так, мінеки мынандай үшеу шықты. Тығыздап салынған. Енді осыны морозильникке, мұздатқышқа салып қоям. Жеген кезде аламыз да, уже мұздатқышқа қоя беруге болады. Омырып алып, шаймен ысқыртамыз. Пищевой пленкамен беттерін жаға салдым. Енді бұларды морозильникке отправляем. Еттер де солардың ішінде тұр, так что не переживайте. Пока-пока. До встречи. Все. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Лайк қойыңдар, комментарий жазыңдар, ұрсыңдар. Ойларыңа, ауыздарыңа келгенді жаза беріңдер.